Армысыздар, қымбатты көрермен. Уақыт өткен сайын тарихи мұраның құны арта түседі. Гүлжихан Ғалиева Ордабаеваның өнегелі ғұмыры, іскер басшы ретіндегі қоғамдағы рөлі, жаңашылдығы, көркем сөз оқу шеберлігі, архивтер мен естеліктерде сақталған. Ол бір адамның тағдырынан бөлек тұтас бір дәуірдің қалыптасу кезеңін мәдени тынысын айшықтайды. Оның есімі халық жадындағы рухани мұраның жарқын белгісі. Архив құжатында 1917 жылы 11 қарашада дүниеге келген Гүлжихан Ордабаева Жетісу өңірінде аты шыққан атақты бай Қали Ордабайұлының жалғыз қызы екендігі айтылады. Сұңғыла, кемел ойлы әке қызын шетелден мұғалім алдыртып Европаша оқытқан. Іле Алатауын еркін жайлаған Қали Ордабайұлы кезінде Дінмұхамед Қонаевтың әкесі Ахмет, бей падишасы атанған Шара Жиенқұлованың әкесі Баймолда сынды өз дәуірінің біртуар зиялы азаматтарымен дос болған. Кейін жан-жақты тәрбие мен білім алған Гүлжихан Ленинград қаласындағы заң институтына оқуға түседі. Алайда кеңес үкіметі әкесі Қали мен ағасы Рамазанға халық жауы деп жала жауып тұтқындап алып кетеді. Осыдан кейін Гүлжихан да халық жауының қызы ретінде оқудан шығарылады. Дәл осы кезде елшілікте қызмет атқарған Тұрар Рысқұлов құжаттарына өзгеріс енгізіп, Гүлжихан Ордабаеваны Гүлжихан Ғалиева деп басқа құжат жасап береді. Алаштың арда заматы оны Мәскеудегі Луначарский атындағы өнер институтының жанынан ашылған 2 жылдық студияға оқуға жібереді. Бұл қазақ жеріне өнердің жаңа лебін алып келетін болашақ маманның алғашқы қадамы еді. Қорымызда Гүлжихан Ордабаеваға қатысты бірнеше киноқұжаттар және көптеген фото құжаттар сақталған. Бұл құжаттарды өз кезегінде Қазақфильм киностудиясы 1968 жылы, 1970 жылдар әкеліп өткізген. Гүлжихан Ордабаеваның институттағы әрбір күні оның рухани санасын биіктетіп қана қоймай, талғамын қалыптастырды. Ұстаздарының талапшылдығы мен қамқорлығы оның кәсіби шеберлігін шыңдап, өнердің құдіретін тереңірек сезінуге ықпал етті. 1938 жылы Гүлжихан Мәскеудегі Луначарский атындағы театр және өнер институтын профессор Раевскийдің класы бойынша бітіріп шығады. Жас маман алдымен Ташкентте бірер жыл жұмыс істеп кейін елге оралады. Ол соғыс басталғанда Мәскеуден көшіп келген одақ көлемінде құрылған бірлескен киностудия орталығында актерлер бөлімін басқарады. 1946-1965 жылдары Жамбыл атындағы филармонияда конференция болып қызмет атқарады. Қазақ радиосының балаларға арналған бағдарламасында аңыз әңгіме, ертегілер оқып, әуезді даусымен бүлдіршіндердің жүрегіне жол табады. Дәл осы кезең Гүлжихан Қалиқызының ұлттық өнер жолындағы көшбасшылық дара қасиеттерінің қалыптасуына ықпал етеді. Ол ұлт перзенті Дінмұхамед Ахметұлының қолдауымен 1965 жылы елімізде тұңғыш эстрада студиясын ашады. Бұл Мәскеу, Ленинград, Киевтен кейінгі Алматыда ашылған 4-ші студия болатын. Гүлжихан Қалиқызы енді режиссер Асқар Тоқпановпен бірге еліміздің шалғай аудандарын аралап, дарынды жастарды жинауға кіріседі. Эстрада цирк колледжінің қалыптасып дамуына белгілі өнер саңлақтарымен бірге Бақытжан Байқадамов, Шәмші Қалдаяқов, Нұрғиса Тілендиев, Кеңес Дүйсекеев және Ескендір Хасанғалиев, Әсет Бейсеуов сынды композиторларда өлшеусіз үлес қосты. Қорымызда эстрада және цирк колледжіне қатысты бірнеше киноқұжаттар сақталған. Атап айтқанда, бұл Советтік Қазақстан киножурналы. Бұл жерде Гүлжихан Ғалиева жаңадан ашылған цирк колледжіне қатысты мәліметтер береді. Мәселен, ол жерде цирк мамандарын дайындау үшін бүкіл одақтық мемлекеттік деңгейдегі шеберлердің шақырылғандығы жайында, басқа да көптеген бөлімдер жайында, оған келіп жатқан мамандар жайында баяндайды. Ал деректі фильмге қатысты, бұл 1970 жылғы эстрада және цирк колледжіне қатысты деректі фильм. Бұл жерде Гүлжихан Ғалиева осы цирк колледжінде сабақ беретін оқушылар, мұғалімдер жайында, гүлдер ансамблі көрсетілген. Ол жерде циркке дайындалып жатқан мамандар жайында көрсетілген. Республиканской эстрадной студии искусств Біздің республикамыздағы 2 жылдық эстрадалық өнер студиясы 1965 жылдың июнь айында ашылды.
Эстрада студиясында 5 бөлім бар. Республикалық архив деректерінде колледж эстрада цирк өнерінің студия шеберханасы ретінде Қазақконцерттің жанынан ұйымдастырылғаны көрсетілген. 2 жылдық студия актерлік, мәнерлеп оқу, қуыршақ театр мамандарын, цирк, хореография, вокал мен хор, эстрадалық вокал, эстрадалық аспаптық және халық аспаптық бағыттарда мамандар даярлады. Колледжде кезінде Жүсіпбек Елебеков, Ғарифолла Құрманғалиев, Надия Шарипова, Бекен Жылспаев, Қаукен Кенжетаев, Жәнібек Карменов, Қайрат Байбосынов, Зейнеп Қойшыбаева және тағы басқа өнер майталмандары сабақ берді. 60 жылдық тарихы бар Жүсіпбек Елебеков атындағы Республикалық эстрада цирк колледжі. Сонау 1965 жылы Қазақконцерт жанынан студия ретінде ашылған. Кейін 1992 жылы училище атағын алды. Содан кейін 1996 жылы колледж статусын алып, сондай мынау әлемдік талаптарға сай, содан жастарды оқытып, дүниеге осы мынау үлкен әлемдік сахналарға шейін шығып жатқан студенттеріміз бар. Гүлжихан Қалиқызының бастамасымен ашылған колледж түлектері қазақ өнерінің көкжиегін кеңейтіп, ұлттық өнердің дамуына өлшеусіз үлес қосты. Олардың тікелей ықпалымен кейінірек елімізде рухани, мәдени өнер ұжымдары көптеп ашылды. Гүлжихан Ғалиева сол кезде қазақ жастары әлемдік жаңағы деңгейге шығу үшін, осындай тереземіз тең болу үшін мықты елдермен осының бәрін ойластырып, елді аралап, талантты балдардың бәрін жинап, сол кезде Асқар Тоқпанов ағамыз бар, Ғарифолла Құрманғалиев ағамыз бар. Солардың арқасында осы бірінші жастар келіп түсіп, содан кейін солардың бірінші выпускынан бітірген адамдарынан Гүлдер ансамблін әйгілі соны құрды. Гүлдер Республикалық мемлекеттік эстрадалық жастар ансамблі 1969 жылы Қазақстанның халық артисі Гүлжихан Қалиқызының ұйымдастыруымен құрылды. Бүгінгі таңда Гүлдер ансамблін қазақ руханиятының көркем кодын қайта жаңғыртқан мәдени құбылыс ретінде қарастыруымызға болады. Гүлжихан Қалиқызы ансамбльдің бағытын тек бей немесе әнмен ғана шектемей, синтездік сахналық өнер деңгейіне көтерді. Олар сахнаға шыққанда, көрермен ұлттық болмыстың көркем бейнеленген тұтас бір әлеміне еніп кеткендей күй кешетін. Онда өнердің бірнеше түрі бір арнаға тоғыса отырып, бей, музыка, пластика, костюм және сахналық драматургия бір бүтін эстетикалық жүйе құрайтын. Олар орындаған билерде даланың кеңдігі, желдің еркіндігі, көшпелі өмірдің динамикасы айқын сезілді. Халық әндерін заманауи өңдеу арқылы ансамбль өткен мен бүгіннің арасындағы уақыттық шекараны жойды. Гүлдер ансамблінің шын мәніндегі өрлеуі Куба астанасы Гаванада өткен 11-ші дүниежүзілік студенттер мен жастар фестивалімен тығыз байланысты. Қазақ биі мен әнінің табиғи сұлулығы, сахналық пластикасының дәлдігі және ұлттық колориттің айқын көрінісі Гүлдерді әлемдік деңгейге көтерді. Осы фестивальден кейін ансамбльге деген қызығушылық күрт арта түсті. Ол кеңестік эстраданың алдыңғы қатарлы ұжымдарының біріне айналды. Әрбір жаңа марапат ансамбльдің кәсіби беделін ғана емес, оның көркемдік мүмкіндіктерінің ауқымын да кеңейте түсті. Шетелдік гастрольдер барысында ансамбль Қазақстанды танытатын мәдени елші рөлін атқарып, ұлттық өнердің байлығы мен тереңдігін әлем сахналарында паш етті. Гүлдер ансамблінің ашылып, әлемге танымал болуы осы именно Гүлжихан Ғалиеваның арқасында. Өйткені қыздардан сондай жаңағы заманауи, заманнан да озықтау жаңа билерді қойып, киімдер тіктіріп, оны әлемге таныстырып, ол кезде тек қана қазақтың атынан емес, Совет одағының атынан баратын тұғын. Сол Гүлдер ансамбліміз бар, кейін дос-мұқасандарымыз бар, үлкен сондай бір коллективтердің барлығы осы кісі басқасында болған.
Ансамбльдің ең үлкен жетістігі уақытқа бағынбайтын эстетика қалыптастыруында. Олар кеңес дәуірінде пайда болды. Бірақ олар сол уақыттың шеңберінде қалып қойған жоқ. Әрбір жаңа буын оны жаңа мағынамен толтырып отырды. Сондықтан гүлдер тек бір ансамбль ретінде ғана емес, қазақ эстетикасының қалыптасуы мен дамуын, оның терең философиясы мен рухани эволюциясын бейнелейтін құбылыс ретінде қарастырылады. Гүлдер ансамблі қазақтың биін, қазақтың қыздарын, жалпы қазақ өнерін әлемге танытқан бірден бір ансамбль. Гүлдер ансамблінен шыққан әншілер де, бишілер де өте көп. Солардың бірі кезінде Гүлжан Талпақова, Нағима Есқалиева, Сембек Жұмағалиевтар мысалға, Айжан Нұрмағамбетова, Жеңіс Ысқақова, Бақыт Шадаева, Шахизада, сондай көп негізді әншілердің барлығы. Мен өзім де сол Гүлдер ансамблінде сонау 1984 жылы клавиш аспапта болып кіріп, кейін 1994 жылы художественный руководитель болып, көркемдік жетекші болып, содан кейін 2006 жылы өзім басқарып, 5-6 жыл басқарып, әлемнің 36 елінде болдық. Сондай 19 өте жаңағы важный проекттарда болдық, маңызды жобаларда болдық. Заман талабына сай кәсіби цирк өнерінің өмірге келуіне ұйытқы болған Гүлжихан Қалиқызының бастамасын сол кезде Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев толығымен қолдайды. Еліміздің мәдениет министрі Ильяс Омаровтың пәрменімен Алматы қаласында қазақ циркінің ғажайып ғимараты бой көтереді. Бұл ұлттық өнердің дамуына тың серпін сыйлаған тарихи оқиға еді. Дорогие товарищи, сегодня в историю культурной жизни нашей республики вписывается еще одна страница. Это открытие первого национального казахского профессионального цирка нашей республики. Гүлжихан Қалиқызы цирк өнерпаздарын Мәскеу мен Саратов қалаларындағы арнайы оқу орындарына жіберіп, олардың кәсіби қалыптасуына тікелей ықпал етті. Тіпті кейбір дарынды жастарды өз қаражатына оқытты. Сонымен қатар Мәскеудегі Владимир жылқы зауытынан цирк өнеріне лайық деп танылған 15 асыл тұқымды сәйгүлікті өзі арнайы барып алып қайтады. Бұдан бөлек Жамбыл облысындағы Луговой жылқы зауытынан асау ерекше мінезді арғымақтарды сатып алу үшін үкіметтен 40 мың сом көлемінде қаржы бөлінуіне ықпал етеді. Осылайша ол цирк өнерінің дамуына қажетті материалдық базаны қалыптастыра отырып, өзінің шебер ұйымдастырушылық қабілетінде таныта білді. 1969 жылы циркті ашты, осыны Алматы мемлекеттік циркін. Сол жерде олардың практикасын, тәжірибесін сонау Саратов қаласында, Ресейдің жерінде үлкен цирктерде жаңағы тәжірибе өткізіп, содан кейін келіп, қазақ елінде Алматы қаласында ашты. Цирктің құрылу идеясы ұлттық дүниетанымды сахна тіліне көшіру қажеттілігінен туды. Қазақ халқының дәстүрлі мәдениетінде ат құлағында ойнау, ептілік, күш пен дәлдікке негізделген элементтердің барлығы цирк өнерінің табиғи негізімен үндесіп, жаңа бір көркем жүйе жасауға мүмкіндік берді. Сондықтан қазақ циркінің басты ерекшелігі басқаларды қайталау емес, ұлттық мәдени кодқа сүйенген өзіндік мектеп қалыптастыру еді. Қазақ циркінің көркемдік табиғаты біртіндеп айқындала түсті. Ат үстіндегі акробатика ұлттық өнердің өзегіне айналып, көрерменге таныс көшпелі мәдениеттің жаңа сахналық интерпретациясын ұсынды. Уақыт өте келе цирк репертуары күрделеніп, көркемдік ізденістер тереңдей түсті. Әр бағдарламада артистердің шеберлігін ғана емес, идеялық мазмұнды көрерменге жеткізу мақсаты қойылды. Қазақтың кең даласы, еркіндік рухы, табиғатпен үйлесімді ғұмыры цирк сахнасында қимыл, ырғақ және визуалды образ арқылы бейнеленді. Бұл ерекшелік қазақ циркін кеңестік кеңістіктегі өзге цирк мектептерінен дараландырып тұрды. Қазақ циркінің қалыптасуы мен дамуы Қазақстанның мәдени кеңістігінде жаңа эстетикалық өлшемдердің пайда болуына ықпал етті.
Қазақ мемлекеттік циркі 1978-1982 жылдар аралығында бүкіл одақтық цирк өнерінің байқауында жеңімпаз атанды. Кейін Кеңес одағының көптеген қалаларында және шетелдерде 1977 жылы Кубада, 1983 жылы Чехияда, Болгарияда, Югославияда өнер көрсетті. Ал 1990 жылдары гастрольдік сапармен бірнеше рет Қытай, Польша, Франция, Бельгия, Жапония, Германия, ақш, Австралияда өз өнерімен шетелдік көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. Гүлжихан Қалиқызы 20 жылдай басшылық еткен колледждің түлектері 1975 жылы Фройндшафт неміс ансамблін құрды. Ансамбль бір елде тұратын ұлттар мен ұлыстардың өнері мен мәдениетінің тұтастығын көркем түрде көрсете білді. Ал 1977 жылы құрылған Шертер ансамблі мен 1978 жылғы Гакку ұжымы қазақтың дәстүрлі өнерін заманауи сахналық үрдістермен шебер ұштастырып, ұлттық өнердің жаңа тынысын ашты. Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада цирк өнер колледжін бітірген талантты өнерпаздар уақыт өте қазақ өнерінің алтын қорын байытқан ірі тұлғаларға айналды. Олардың қатарында қазақ ән өнерінің көрнекті өкілі Жәнібек Карменов, дәстүрлі ән мектебінің көрнекті өкілі Қайрат Байбосынов, сахна өнерінің майталмандары Сұлтанғали Шүкіров, Сара Қабиғожина, Нағима Есқалиева, Сәуле Жанпейісова, Айжан Нұрмағамбетова, Балтабек және Раиса Жұмағұловтар сынды өнерпаздар бар. Қазіргі уақытта бұл есімдерді біз қазақ мәдениетінің дамуына зор үлес қосып, өзіндік шығармашылық мектеп қалыптастырған, өнердің сан түрлі саласын жаңа деңгейге көтерген көрнекті тұлғалар ретінде танимыз. Гүлжихан Қалиеваның өмірге деген құштарлығынан, өнерге деген құштарлығы, сосын қазақтың жастарына деген өзінің шынайы жанашырлық махаббаты арқылы осы жастарымыз өсіп, осы колледжді бітіріп, әлемді таңғалдырып жатқан жағдайлар бар негізі. Гүлжихан Қалиқызының мәдениет саласындағы өлшеусіз еңбегі жеке шығармашылық табыспен шектелмейді. Ол тұтас қоғамның рухани кеңістігіне ықпал еткен маңызды құбылыс ретінде бағаланады. Бүгінде Гүлжихан Қалиева Ордабаеваның есімі ұлттық өнер тарихында айрықша құрметпен дараланады. Ал оның шығармашылық мұрасы уақыт өткен сайын өз мәнін жоғалтпай, жаңа қырынан ашыла, өз құндылығын арттыра түседі. Қазақтың эстрада және цирк өнері барда Гүлжихан Қалиева Ордабаеваның есімі ешқашан ұмытылмақ емес.